Күйеуімнің аузынан шыққан суық сөзден кейін орнымнан қозғала алмай қалдым. Тұла бойым түгел мұз болып қатып қалғандай. Ойбай салып, бірдеңе дейін десем үнім шықпайды. Бейне бір тілімді жұтып қойғандаймын. Сол сәттегі күйімді тілмен айтып жеткізу мүмкін емес. Бар ойым басын көтере алмай, киіз үстінде жатқан ұлыма жету болды. Орнымнан тұруға 3 рет әрекет жасадым. Ақыры тұра алмағаннан соң оған қарай еңбектей бастадым. Қолыма тіземе кіріп жатқан тікендерде де елемедім. Көзімнен парлай аққан жас тиылар емес. Ұлыма зорға жетіп, оны құшақтай құладым. Оның кіп-кішкентай әлсіз саусақтарын ұстағанда одан сайын егілдім. Бір кезде әлгі тастың үстінде тас мүсіндей қатып, теріс қарап отырған күйеуіме қарадым. Ол маған әлі райынан қайтпағандай көрінді. Тұла бойымды қорқыныш биледі. Көз алдымда қайта-қайта қайралған өткір бәкі келе берді. Сол кездегі қуаттың қайдан келгенін білмеймін. Орнымнан ұшып тұрдым да, ұлымды арқама салып, тауға қарай қаша жөнелдім. Артыма қарай қашып келем. Ол орнынан әлі қозғалар емес. Соңғы рет тағы бір қарағанымда аяғым әлдене бір шөпке ілініп, ома қаса қатты құладым. Ұлым арқамнан ұшып түсті. Апа деп бақырған кішкентайымды көтеріп алдым да қайтадан жерге жалп етіп отыра кеттім. Әлімнің құрғанын анық сездім. Екі жамбасым жерге жабысып қалғандай, қозғала алар емеспін. Баламды кеудеме қысып қимылсыз отыра бердім. Екі көзім күйеуімнің қалып кеткен жақта. Апа, су ішем, деді балам. Судың қалып кеткені енді есіме түсті. Арқа қайта алмаймын. Жанымның қиналғаны соншалықты маңдайымнан суық тер бұрқ етіп түсті. Тамағыма ащы өксік тығылды. Не істерімді білмей, шандыр болып қатып қалған мәмемнің ұшын баламның аузына салдым. Балам әлсіз ернімен 1-2 рет сорады да қояды. Бір уақытта күйеуімнің алыстан қара отқан сұла басы көрінді. Ол қалып кеткен заттарды арқалап, жайлап бізге жылжып келеді екен. Жүрегім кеудемнен шығып кеткендей болып қатты соға бастады. Не істерімді білмей аласұра бастадым. Өзімнің енді орнымнан тұрып бір қадам да жасай алмайтыныма анық сездім. Көзімнің жасы көл болып төгілді. Көз жасым баламның бетін түгел жуып жатты. Кенет екі қолым өзінен өзі көкке көтеріліп, Құдайым, бізді құтқара көр. Ол енді ұлыммен қоса мені де сойып жер. Оның қарнын тойғыза азық бере көрші, деп ұзақ жыладым. Дәл осы сөздерді қанша рет қайталап айтқаным есімде жоқ. Қолымды көкке жайып ұзақ отырдым. Бір қарасам, күйеуім жақындап қалған екен. Ал оның артқы жағында әппақ бір құйын келе жатыр екен. Енді күйеуіммен емес, құйыннан қорқтым. Жас кезімде ойнап жүрген кішкентай бір баланы осындай құйынның елсіздіге домалатып кеткенін көріп едім. Бар ойым ұлымда болып, кеудеммен басып қалдым. Құдайдың құдіретінде шек жоқ екендігіне сол күні анық көзім жетті. Бір кезде басымды көтерсем, дәл қасымызда күйеуім тұр. Қолында бір аяғы жұлынып кеткен қара қарға. Әлі де болса қорқынышым басылмай, денем дір-дір етеді. Ол жайлап екі тізесін бүгіп қасымызға отырды. Мені кешір, мені қара басты ғой, шайтан азғырды. Кешір, енді менен қорқпа. Мен жаман ойым үшін Құдайдан жылап кешірім сұрадым. Мына семіз қара қарғаны азық етсін деп бізге Құдай берді-ау. Келсем дәл жандарында жатыр екен. Не болса да жаңағы құйын бір жақтан ұшырып әкелген болар. Мен мұның жүнін жұлып берейін, сен тез пісір. Баламыз ыстық сорпа ішсін, деді. Күйеуімнің бетіне қарағым келмеді. Жүрегімде оған деген жылулық мүлдем қалмағандай. Сонда да айтқанын екі етпей, үйренген басым үнсіз орнымнан сүйретіле тұрып, суы бар ыдысқа қол создым. Әуелі ұлыма азғантай су жұтқызып, сосын өзім іштім. Темір тостақтың ішін бір шайып жіберіп, су толтырдым. Әр жерден бір жалпақ тас тауып жинап, бір-бірінің үстіне қойып қалап шықтым. Демде кішкене ғана тас ошақ пайда болды. Үстіне су тола темір тостағанды қойдым. Сосын қурап қалған шөптердің тамырын әлім келгенше тартып,
біраз жинап алдым да от жағудың қамына кірістім. Күйеуім де қарғаның жүнін жұлып бітті, боршалап жатыр екен. Сәлден кейін ақ суы мен бір шайды да қолыма келіп ұстатты. Қарғаның етін темір тостаққа салып астына от жақтым. Күйеуім ұлымның қасына барып отырған екен. Оң қолымен басын сипап, терең ойға батып кетіпті. Бұл жолы одан қорққан жоқпын. Оның ұлына деген мерімі қайта оянғандай. Көзі жасаурап, өкініп отырғанын анық байқадым. Менің ең жақсы көретін жерім ошақтың басы жанып жатқан отқа қарап ойланып отырғандан бұрыннан жаным сүйетін. Бұл жолы да сол ойлар мені артта қалған күндерге қарай жетелей жөнелді. Есіме ұлымның қалай дүниеге келгені түскені. Осы ұлым ақ қозымды 6 жыл дегенде зорға көтеріп едім. 3 жылға дейін болып қалар деген үмітпен жүре бердік. Оның үстіне жаспын ғой, 16-мда келін болып түскенмін. Енем де жайлы адам еді. Неге көтермей жүрсің деп артық ауыз әңгіме айтпайтын. Тек 3 жылдан кейін ғана тәуіп емшілерге көрсете бастады. Бірақ біз балалы болмадық. Сонда да үміт үзбей Алла берер деп жүре бердік. Бір жылы көктемде бір ала қойымыз аппақ қозы туды. Басы ғана алада, денесі аппақ. Өзі сондай сүйкімді. Сол қозыны туғаннан жақсы көрдім. Кейде басқа қойларды саусам да оның енесін саумайтынмын. Енесінің үстін бір өзі қанып ішсін деуші едім. Сол ақ қозы марқа қозы. Сосын тоқты болды. Енесімен бірге өріске шығып жүретін. Бір күні алдыңғы оң аяғы мертігіп ақсаңдап келді. Күйеуім қарап көрді де, ертең бұл жүре алмайды-ау. Таңертең орнынан тұра алмаса, соя салу керек деді. Қайдағын айтпақшы, сойғаны несі? Ертең ақ жүгіріп кетеді, дедім ақ тоқтымды қимай. Сол күні ет асып, кешкі асымызды енді ішейін деп жатқанымызда сырттан бір атты кісі келді. Алыстан келе жатқан жолаушы екен. Баратын жері алыс екенін айтып, күйеуімнен қонуға рұқсат сұрады. Күйеуім екі сөзге келмей, құдайы қонақтың атын байлап, өзін киіз үйдің ішіне кіргізді. Мен пісіріп тұрған даяр асты дастарханға қойдым. Әлгі жолаушы көп сөйлемейді екен. Бәрімізге барлай қарап, үй ішін жаймен ғана көзбен шолып отыр. Тамақ ішіліп болған соң, асық жіліктің асығын алып, бәкісімен жақсылап тазалап, енеме ұсынып, мына асықты немереңізге берерсіз деді. Енем қапелінде не дерін білмеді ме, немерені қайдан көріп отырсыз? Құдайым бізге бір шүйке өкпені қимай жүрген жоқ па? Деді. Қонақ үндемеді. Бірақ осы әңгімеден соң маған көз қиығын тастап, күніге 1000 пәле жолықса да, Құдайдан ешбір үмітіңді үзбе деген. Үміт үзбеңіздер деді. Сосын мен қонаққа сәлем жасап, табақты алып сыртқа шықтым. Шайда ұзақ ішілді. Шай үстінде қонақ шешіліп көп әңгіме айтты. Өзі емші екен. Осы сапардан алыстағы бір байдың тоқалы елірме болып ауырып, соған шақырған екен. Талай рет түнде жорып жүрсе де, бүгін аяғы тартпай қонатын үй іздеген келгелі беті осы екен. Оның емші екенін білген енем, ұлым мен келініме қарап бер деп жата жабысты. Шай ішіліп болған соң, емші күйеуімді де, маған да суықтың қатты өткенін, өзімнің емдей алатынын айтты. Күйеуіме қоржынынан бір шөп дәрі беріп, күніне 2 рет қайнатып ішу керектігін айтты. Содан соң енеме қарап, үйіңізде басы ала, ақ тоқты бар ма? Бүгін оң аяғы інге түсіп, сәл мертігіп қалыпты. Соны таңертең ерте сойдырып, келініңізді ыстықтай терісіне салыңыз. Ыстық сорпасымен 3 күн әбден терлетесіз. Желденіп қалып, қолын мұздай суға салып жүрмесін. Ем зая кетеді. Құдай берем десе, демде, немереңізде қолға ұстайтын күн келер, деді. Менің аузым ашылып қалыпты. Мына кісі үйде басы ала ақ тоқтының барын қайдан біліп қойды деп таң қалдым. Сөйтсем, әлгі емшінің көріп келдігі бар екен ғой. Бағанадан бері ақ тоқтыны сойдыруға қимай отыр едім. Соның терісіне түскен соң, Құдай берсе, нәрестелі болады дегенін естіп, іштей қуанып отырдым. Дәл бүгін ақ тоқтының мертігуінде, үйге емшінің келуінде бір тылсым сыр жатқандай көрінді.
Қонағымыз айран ішті де күн шықпай жолға шықты. Таңғы асымызды іше салып күйеуім ақ тоқтыны сойып терісін сыпырды. Өзім қозы кезінен жақсы көретін ақ тоқтымды қимай бір жылап алдым. Енем мені ыстық теріге салып терлетіп, емшінің айтқанындай барлығын істеді. Күйеуім шөп дәріні үзбей іше бастады. Бір айдан кейін аяғым ауырлап, 9 айдан кейін дүниеге ұлым келді. Ұлымның есімін ақ қозы деп қойды. Қуанышымызда шек болған жоқ. Өстіп ұзақ күтіп өмірге келген ұлымды мынау аштыққа шыдамай құрбан етпекші болды. Ойым осы жерге жеткенде денем тағы да түршігіп кеткендей болды. Күйеуім мен ұлым жатқан жаққа жалт қарадым. Олар құшақтасып жатып қалғып кеткендей екен. Оймен отырып тас ошаққа шөптің тамырын әр жерден жинап алған ағаштарды сала беріппін. Қарға еті мылжа-мылжасы шығып езіліп кетіпті. Дереу темір тостақты оттан алып үшеуміздің ортамызға қойдым. Кезек-кезек сорпасын ішіп, етін жеп сәл болса да әлденіп алғандай болдық. Аш өзекке ыстық тамақ түскен соң маужырап ұйқымыз келе бастады. Іші бос қалған темір тостақты жерге төңкере салдым да ұлымды құшақтап жата қалдым. Сәлден соң күйеуім ұлымның арғы жағына жайғасты. Көп өтпей қатты жел тұра бастады. Күйеуімнің алашаның жан жағына таспен бастырып қойды. Жел біраз тұрып басылғандай болып еді. Біз қатты ұйықтап кеткен екенбіз. Бір кезде шошып ояндық. Таяққа асып қойған алашамызда астымызға төселген киізіміздің де шеті лапылдап жанып жатыр. Бет шарпитын қып-қызыл жалын. Лапылдап жанып жатқанын шайламыздан қашып шықтық. Отты өшіретін су да жоқ. Жел күшейе түскен. Қып-қызыл жалынға шошынып қарап тұрмыз. Осылайша астымызға төсеп жүрген киізден де, сәл болса да күннен желден қорғайтын алашадан да айырылдық. Оларға шоқтың қайдан түскенін енді білдім. Мен ошақтан қалған отты өшіруді ұмытып кетіппін. Біз ұйықтай жатқанда тұрған жел тасты да, шоқты да ұшырған екен. Сөйтіп шоқ алашаға, киізге тиіп жана бастаған. Қайда барарымызды білмей көп тұрдық. Ұлымды күйеуім көтеріп алған. Күндіз таудың дәл етегінде жақын қалғанымызды аңғарып едім. Қап қараңғы, тау түптен дәл жанымызда бізге төніп тұрғандай сезілді. Алашамды демде жанып бітті. Киіз бықсып ұзақ жанды. Оның иісінен қашып аулақтау жерге барып отырдық. Бір мезетте аттың дүбірі естілгендей болды. Тау жақтан белгісіз салып атты бізге қарай шауып келе жатыр екен. Жақын қалғанда иығына асынып алған мылтығын көтеріп, тен қорқып кеттік. Кімсіңдер? Елсізде не істеп жүрген адамсыңдар? Мынау не қылған от деп айқайлап салған даусын естігенде талып қала жаздадым. Бұл менің күндіз түні Құдайдан кездесуімізді тілеп іздеп келе жатқан әкем еді. Әке, бұл біз ғой. Мен қызыңыз Сүйін баламын деп тұра жүгірдім. Әкемнің астындағы боз аты менен қорққандай басын сілкіп, кейін шегініп кетті. Менің даусымды таныған әкем атынан түсіп, маған қарай жүгірді. Мен әкемді құшақтай алдым. Жалғызым, жарығым, аман екенсің ғой. Тірі екенсің ғой деп еңкілдеп жылаған әкеме қосылып, аңырағым келгенін ай, көрген азаптарымның бәрі еске түсіп, тоқтай алар емеспін. Әкем арқамнан қағып жұбатып әлек. Жанымызға ұлым мен күйеуім де келген екен. Әкем олармен де құшақтасып көрісті. Әсіресе ақ қозыны емірене иіскеп, құлыным-ау, атаңның сені көретін күні бар екен-ау, деп егіле жылады. Киіз түгел жанып бітті-ау дегенде, әкем ұлым екеумізді атқа мінгізіп, өзі жаяу жүрді. Күйеуім де қайнатасына ілесіп жаяу келе жатыр. Жолда келе жатып, анамның жағдайын сұрадым. Анам соңғы кезде көп ауырып жүр екен. Түс көргенімді айтқанымда әкем таң қалды. Нағашы әжеңнің қасиетті қонғалы жүрген болар. Ол кісіні де көрген түсі дәл келетін еді, деді. Әкем киіз үйінің тау етегіне бір үлкен ағаштың қасына тіккен екен. Үйге жетіп, бізді түсірген соң атын ағашқа байлады. Анаммен жылап көрістім. Анам менің аштықтан азып тозып кеткен жүзіме қайта-қайта қарап, күнім-ай, алтыным-ай деп бізді қалай таптыңдар деп
құшағынан босатар емес. Үйге кіріп аңтарыла қарап тұрып қалыппын. Далада жүріп тағыға айналып кеткен сияқтымыз. Анам төсеген көрпешеге де отыруға батпай шетіне жайғастым. Осы кезде сырттан кірген әкем: «Жарығым-ау, босағада не қылып отырсың? Қыздың орны төрде емес пе? Жоғары шық», деді. Әкемнің үйінің төріне шығып жайғасқан кезде ғана аштықпен, азаппен өткен күндерім артта қалғанын түсінгендей болдым. Шіркін-ай, туған үй, қандай ыстық едің. Тұла бойым жып-жылы боп, өзімді жұмақта отырғандай сезіндім. Апамның нанын, айранын алдымызға қойды. Қып-қызыл боп, табаға піскен нанын иісі мұрнын жарып барады. Айраннан бір ұрттап, нанды бір аузыма апармай, маңдайыма тигізіп, кеудеме бастым. Жеуге бір өзім нан таппай, аштан қырылып жатқан жұртты ойладым. Көзімнен жас ыршып кетті. Нанның бір өзімін бөліп, алып аузыма салдым. Сол күнгі жеген нанымды дәмі дәл аузымнан кетпейді. Қарасам, күйеуім де, ұлым да наннан кішкене ғана бөліп алып, жайлап шайнап отыр екен. Әбден ашығып қалған басымыз нанды бірден жеп қоюға да, ертеңгі күн таба алмай қаламыз ба деп қорқып отырғандаймыз. Әкем мен анам біздің аштықтан қалжыраған түрімізге аянышпен қарайды. Бізді тойынып, әбден тынығып алсын дегендей, екеуі де әңгімеге қозғамады. Ұйқы қысып бара жатқан соң отырған жерімізге қисая салдық. Сол жатқаннан күн шыққанша қатып ұйықтап қалыппыз. Жұмсақ көрпешемен жастықты қимай біраз жаттым. Сыртқа шықсам, анам киіз үйдің көлеңкесінен тұсына жай салып қойыпты. Шай қайнатып жүр екен. Жанында жасы жетілер шамасында бір бала жүр. Бұл бала кім? Қайдан келген деп таңдана қарап қалдым. Мені көрген апам: «Оған бар, әпкеңе сәлемдес», деді. Ол жүгіріп келіп қолымды алды. Аты Сағидулла екен. «Сенің інің болады», деді апам. Қайдағыны? Түк түсінбей анама қарай бердім. Сәл шыда, әңгіме көп, әкең айтып берер. Енді бұл сенің артыңнан ерген інің. Ертеңгі күні саған төркін болады. Біз көзіміз жұмыла қалса, осы баланы қара тұтасың ғой, деді. Сәлден кейін жуынып шайынып бәріміз дастархан басына жайғастық. Сүт қатқан шайды ішіп отырып, маңдайымнан шып-шып тер шыға бастады. Әкем шай үстінде өзінің бұл жаққа қалай келгенін айтып берді. Әкем бір байдың жылқышысы еді. Ақысын алған тайларды ел ішіне аласапыран болып жатқан кезде, мұның арты не болып кетер деп тауда тұратын нағашы атамның 10 шақты жылқысына қосқан екен. Конфиске басталып кеткен байдың жылқыларын түгел етке өткізуге алып қойған кезде әкем бір түні тауға көшіп кетіпті. Бірақ қайын жұрттың қасында қалуға намыстанып, 10 шақты тайын алды да дәл осы таудың етегіне көшіп келген екен. Жастайынан жылқының малының жайын біліп өскен, мергендігі бар әкем көп қинала қоймапты. Ел ішінен сырттай хабар алып тұрдым. Ауылда қалып, аштықта ұшыраған туыстарым, мен сендерді ойлап, ұйқы көрмеген күнім көп болды. Сосын шыдай алмай бір хабарын алайын деп семіз құнанымды сойып, етін кептіріп қапқа салып жолға шыққанмын. Бірақ мен туыстарымды таба алмадым. Тамақ іздеп жан жаққа шұбырып кеткен екен. Сендерді де ауылдарыңа бардым. Жолай тағы бір-екі ауылға соқтым. Бір ауылдан мына ініңді таптым. Сол ауылда көргендерім есіме алсам, әлі күнге дейін төбе құйқам шымырлайды. Ең жақындарынан ешкімді таппаған соң, етімді аш отырған отбасыға кездессе берейін деген оймен бір ауылға бұрылдым. Алдымнан жүгіріп шықты. Ішкі қабырғалары шығып кеткен, өзі зорға сөйлейді. Аштықтан бұратылған оған әуелі нан мен су беріп жан шақырттым. Қайда бара жатқанын сұрап едім, сүйек жинауға деді. Сөйтсем бұлар қолдаған бәрін жеп бітірген екен. Бітірген соң сүйек жинап келіп, қайтадан оның сорпасын ішіп жүр екен. Әкесі соңғы рет аш өзектерін жалғайтын бір нәрсе тауып келем деп шығып кетіпті. Содан оралмапты. Үйінде анасымен 2 кішкентай інісімен қарындас қалған екен. Олардың кешеден бері қимылсыз жатқанын, бала мылтығыңыздың бар екен ғой, ит атып беріңізші, олар тамақ ішсе орнынан тұрады деп жылап жіберді. Байғұс бала анасымен бауырларын тірі деп ойлаған ғой. Менде де
Басында үміт болды. Аштықтан әлсіреп жатқан болар. Ауздарына су тамызсам, аман алып қалармын деген оймен балаға кәне үйіңе баста дедім. Ол мені жертөле үйіне бастап келді. Үйдің ішіне кіргеннен қолаңқы сасық иіс қаптапты. Әр жерде жұлым-жұлым шығып борсып кеткен малдың әлде иттің терісі. Бір бұрышта қазанда қайта-қайта қайнатылып әппақ болып кеткен сақырлаған сүйектер. Ең қорқыныштысы анасы мен екі баласының ісініп кеткен өлі денелері еді. Олардың өліп қалғанын көрген ең әуелі ең кішкентайдың денесін аналарының орамалмен орап далаға алып шықтым. Әйелдің де денесі көтеріп шығып мәйіттердің жүзін жасыратын жер іздей бастадым. Бейшара бала, апа көзіңді ашшы деп анасының өлі денесін шыр айнала берді. Оған анасы мен бауырланың о дүние болғанын түсіндірмей жер қойнауына тапсыра алмайтынымды ұқтым. Оны бауырыма басып, балам, енді анаң да, інің мен қарындасың да орнынан тұрмайды. Олар аштықтан жан тапсырды. Енді жерлеп екеуміз дұға жасаймыз. Сені жалғыз қалдырмаймын. Бүгіннен бастап менің ұлым боласың. Әкең тірі болса, табылып жатса қайтарармын, дедім, өзегім өртеніп. Осылай кішкентай Сағидулла менің ұлым болды. Мен сол ауылға Құдай айдап барған шығар. Әйтпесе ол да бір жерден ашта өлер еді. Не керек? Биіктеу бір жерден көр қазып, ана мен балаларын жерледім. Көзінен жас шықпай қатып қалған Сағи анасын көрге қойып, жатқанымды еңіреп жіберді де жерге құлап түсті. Оның аш екендігін есіме түсті. Баладан айырылып қаламын ба деп қатты қорықтым. Дереу үйдегі қазанды алып шығып, тазалап жер ошақ дайындап, ет қайнатуға кірістім. Ет жеп, сорпа ішіп Сағи екеуміз әлденіп алдық. Оның ұйқысы келіп отырғанын көріп, шапанымды төсеп жатқыздым. Түтіні шықпай, аштықтан шұбырып кеткен жұрт енді бұл ауылға орала ма? Талайлары далаға шыға алмай, үйінде аштан бұратылып жатыр ма екен? Осыны ойлаумен мұң екен. Бірлі жарымда аштықтан құтқарып қалар ма деген оймен үйлерді аралап шықпақшы болдым. Сағи ұйықтап қалыпты. Орнымнан тез тұрдым да жақын маңдағы қаңырап қалған үйге бас сұқтым. Үй ішінде шашылып жатқан ескі құсқы заттан басқа еш нәрсе жоқ. Үй иелері әлде қашан кетіп қалған сияқты. Бір бұрышта кереует шымылдық құрылған күйі қалыпты. Бойжеткен адамның жүрегі тастай немесе жұмсақ мақтадай болуына бір ауыз сөз жеткілікті екен. Достар, жоғалтып алмау үшін арнама тіркеліп, лайк басып, ой пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Қолдауларыңыз үшін